Pakistan, my oriental land, your temple bells are calling me. Түркістан жұртшылығына, оңтүстік өңіріне, бүкіл халқымызға айтатын сөз: жаңарған Түркістан бәрімізге құтты болсын. Армандап едім осы Түркістанды бір көтерсек деп. Мемлекет құру, Қазақстанды нығайту, дүниежүзіне белгілі ету жағдайыменен шапқылап жүрдік. Мінекей уақыт келді. Қазақстанның 30 жылдағы жеткен жетістігі, еңбегі жер мен көкте. Сол сияқты бұл елдің астанасын салуменен бірдей біз үшін керемет мәселе. Біріншіден ел үшін, екіншіден осы халыққа жұмыс беру үшін, мәдениетін көтеру үшін, дүние жүзіне Қазақстанның мүмкіншілігін тағы да бір паш ететін мәселе болды. Әлі де көп жұмыстар алда. Сондықтан бұл еліміз үшін, жұртымыз үшін, әрине түркістандықтар үшін, оңтүстік Қазақстанда тұратын ағайындарымыз үшін өте ұмытылмайтын жағдай. Енді 1-2 жылдың ішінде 2,5 миллион турист келетін болады. Аэропорт салдық. Қазір Стамбулдан 2 рейс келетін болды, жақында Ташкент, Бішкектен келетін болады. Оның үстіне Самарқанд, Ташкент, Шымкент, Түркістан деген темір жол салатын болдық. Сонда барлық мынау туристік маршруттардың бір-бірімен қосылып, өңір өркендейді. Жұмыс қызады, жұмыс орны көбейеді. Жастарға мүмкіншілік пайда болады. Соған бәріміз қуанайық. Осының барлығы Қазақстанның 30 жылдық мерекесіне жасап жатқан сыйлығымыз елге. Ата-бабаның арманын орындап, тәуелсіз Қазақстанды өркендетіп, жайнатып жатырмыз. Алла бізді бірліктен жазбасын. Қазақ біріккенде барлық қатерден құтылатын, барлық күшті жеңетін. Соны да ұмытпауымыз керек. Мы построили за годы независимости еще один серьезнейший объект – это город Туркестан. За многолетнюю историю никогда не видел Туркестан такого возрождения. Совершенно новый город, уникальный город, восточный. Вся архитектура на основе тюркской архитектуры, современной архитектуры. И это будет уникальное место не только для Казахстана, а для всех. Один этот караван-сарай чего стоит, если посмотреть. И все остальные парки, объекты. Я поздравляю всех туркестанцев, южноказахстанцев с этим замечательным подарком государства вам. Ваш подарок государству – это единство, сплоченность и труд ради нашей Родины. Желаю всего самого доброго всем.